Термодинамикалық жүйе. Мысалы, кез келген бір термодинамикалық жүйені алайық та, және бұл жүйеге сырттан бір килоджольдық мөлшерде бір энергия берілді деп айтатын болсақ, бұл есеп бойынша бұл системаның, жүйенің жасайтын бір жұмысы 500 джоуль болады. Ендеше энергияның термодинамиканың заңы бойынша сырттан келген энергия жүйенің жасаған жұмысы және осы энергиядан қалатын энергиясы жүйенің ішкі энергиясына өтеді. То есть дельта U-ға өтеді. Осы жерден дельта U бізде Q алынған А болады. Ол бізде 1000 килоджоуль минус 500 джоуль. Ол бізде жауап 500 джоуль шығады.